Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Рафаэлло тортының рецептісімен бөлісемін. Бұл торттың дайындалуы өте жеңіл. Егер де алғаш торт жасап жүрген болсаңыз, бұл тортты өте оңай дайындайсыз. Творожный сыр қосылмағандықтан калориясы да өте аз. Торттың құрамын видеоның описаниясына толығымен қалдырамын. 5 жұмыртқаны шұңғыл ыдысқа шағып аламыз. Мен планетарный миксерде дайындадым. Сіз қол миксермен дайындасаңыз да болады. Жұмыртқаның үстіне бірден қантымызды саламыз да миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлеуді бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Онға қопсытқышымызды салып венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қант қосылған масса өзінің көлемін 2 немесе 3 есеге дейін арттырып, осындай пышная масса болғанға дейін миксерлейміз. Және де үстіне бірден сүтімізді және сұйық майымызды құйып, күрекшенің көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Соңынан массамызға ұнымызды қосамыз және күрекшенің көмегімен араластыруды жалғастырамыз. Бұл жерде миксермен араластыруға болмайды, өйткені массамыздың миксермен араластыру барысында басылып қалуы әбден мүмкін. Дайын болған қамырымызды молочная девочка сияқты корждарға бөле отырып 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мен әрбір коржға 4 ас қасықтан қамырымды құйдым және де осындай формаға келтіріп алдым. Менде 18 диаметрлі формамен 5 корж дайын болды. Форманың ізін осылайынан корждарға қалдыра отырып, артық жерлерін пышақпен кесіп тастаймын. Енді тортқа крем дайындаймыз. Крем небәрі 3 ингредиенттен тұрады. Өте суық сливкидің үстіне тоңазытқышта тұрған 1 күн тұрған қыздар сгущенное молоконы құямыз. Менде 3 желания сгущенное молоко. Егер де бөлме температурасында тұрған сливкиді немесе сгущенное молоконы пайдаланатын болсаңыздар, креміңіз шықпай қалады. Енді осы 2 ингредиентті миксердің көмегімен қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Шамамен 5 минут миксердің көмегімен араластырғаннан кейін крем қоюлана бастайды. Сол кезде кокос ұнтақтарын қосамыз. Крем менде толығымен дайын болды. Енді осы кремді пайдалана отырып тортымызды жинаймыз. Креміміздің өте аздаған бөлігін подложкеге жаға отырып алғашқы коржымызды қоямыз және де кремімізді жағып тортымызды жинауды бастаймыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, торттың қалай жиналып жатқанын көресіздер. Тортымыздың соңғы коржында қойдым. Енді осы креммен тортымды толығымен қаптап шығамын. Тортымызға толықтай кремді жағып шықтық. Енді осы дайын болған тортқа кокос ұнтақтарын сеуіп шығамыз. Жан жағына және төбесіне өзіңіздің қолыңызбен сеуіп шықсаңыздар болады. Дайын болған тортты крем сіңу үшін тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Қыздар, бұл өте керемет рецепт, жүп-жұмсақ болып шығатын торт. Егер рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарий қалдырыңыздар.